Мынаны сумен қаншаға дедің? 20 ғой. 20. Ай, 10 мыңға берші. Мейлі, жарайды, аңызшы. Иә. Содан кейін. Мынау қанша? 6 мың. 6 мың? 3 мыңға бер маған. Мейлі, жарайды, алыңызшы. Ай, сен неменен жарайды деп бәрін жартып аласың. Тегін бересің одан да. Масқара, мына түріңмен сен банкрот боласың. Ай, мынандай зәулім дүкеннің арендасы бар, үйіңнің коммусулгасы бар, бала шағаң бағуың керек, азында жейтін, кешке жейтін тамағың бар. Не масқара мынаның бәрі? Енді ондайды айтсаң, клиенттер бәрі түсінбейді, проблемаң өзіңдікі дейді. Неменеге түсінбейді, түсінеді. Саудада жүрген адам бәрін түсінеді. Мен мысалы неше жыл болды саудада жүргеніме. Түсінеді. Мынаны қанша дедің? 8 мың. Жаңа ғана 6 мың деме ғой? Енді арендамыз бар, бала шаға бар, мына жердің жолымыз бар. Қойын алайын, ол өзің проблемаң. Жынды ма? Маған айтқан емес ол. Жекше, не қылдыңыз? Қыдырамыз деп шығып базар аралап кеттік, еще бірақ нәски алғаныңыз. Ой, мына нәскиге жыным кеп жатыр. Кеше ана есіктің алдындағы магазин бар ғой? Содан нәски ала қойын десем, 700 теңге дейтін мына нәскиді. А мен қанша қалдым қазір? 300. Көрдің бе? Қанша эконом жасадым. Жеңше, 1000 теңге таксимен келдік, 1000 теңге қайтамыз ғой қазір? Енді зато мен нәскиді 300 теңге эконом ғой. Жеңше, бұдан да қатты экономдағыңыз келе ма? Қарғысты 15 теңгеден ғой бұлар? Қош, кет қарғысты. Жеңше, ойнап айтамын. Çay ішіңіздер. Ішіп жатырмыз, иә. Сапар сәтті болсын. Аман-есен жетіп алайық, Құдай қаласа. Алтыдан мінібек сағат қанша болды, Әли? 11. 5 сағат болды чай ішіп жатқанымызға. Шайға тойдық. Рахмет, Бағлан. Қазақ айтады ғой, чай ішсең көңілің жай дейді. Қазақ тілінде сорпа, палау туралы ештеңе айтпап па, Бағлан? Жұлдыз, онда оқымаппын мен. Бала қызық қой, не біз палау шықпасақ, сонда бұл аштан өле ма? Қандай бала біз? Жүсеймен мәссік. Оқымағанмын дейді да, сонда кітапты ол қалай жазған? Не жаңалық, не жаңалық. Жақсы. Ей, Бергелей. Ой, әдем болапсың, шортимен жүретін. Не болды? Бір қызық болды. Не болды? Түсімде ұйықтап жатсам, Гүлзира Айдарбекова, Қайрат Нұртастың мамасы бар ғой? Ал? Соны көрдім ғой. Сөйтіп солардың үйінде күшті болып отырып екем, шорт футболкамен жаман ұялдым же мен. Сөйтіп бір кез арғы бөлмеден Гүлзира апай шықты да, бүйтіп қолын созды да, қолымнан жетектеп алып кетіп бара жатып, оянып кеттім да, азан мен мына домда түс жорушыға бардым. Сөйтіп айтты, егер Гүлзира апайың қолыңдан тартса, сен скоро көтерілесің деді ғой. Бүгін тағы түсіне кіріп қалса, ұят болмасын деп осылай киініп алдым. Жақсы сонда. Ей, көтерілсең ұмытып кетпе бізді. Мама, на көйекті қасан шешеміз? Гүлзира апам түсіңе кіргенше өстіп киініп ұйықтаймыз. Жұмчым көзіңді ұйықта. Жұлдызай шақырған себебім, ел жұрттың барлығы инстаграмды қолданып, үлкен тірліктер жасап жатыр ғой. Сол екеуміз қосылып, бізде бірдеңе жасайық, қолымыздан келеді ғой. Кімнен қай жеріміз кеп? Мысалға қарашы, енді өзімізбен замандас Дәулеттенді қара, Айнұрды қара, Турцияда өмір сүріп жатыр. Қай жеріміз кеп біздің? Кем емеспіз, иә? Жасайық та? Жасайық. Бірақ не қойған, ақша керек қой бала. Енді Жұлдызай, енді ақпен қара кітап сатылды, біраз 2-3 жылдан бері жинаған ақшаларым бар. Мен соны шығарайын. Шығар. Міне, Жұлдызай, 20 мың теңге бар менде. Сенде де бар шығарайын, біраз жасаған жарнамаларың бар. Менде де бар, иә, жинаған бар ғой. Неғам жоқ, Құдайға шүкір жинап жатырмыз ғой. Менде 10.500 теңге бар. Болды ғой мен. 30.500 теңге. Осы елдер нөлден ақ бастап жатыр ғой. Иә. Оның қасында 30.500 деген. Әжептәуір, иә? Саламатсыздар. Онымен картошканы қосқанда 25 болды. Онда онымен картошканы алмаймыз. Неге алмаймыз? Аламыз. Болды, аламыз. Алмаймыз. Жаңаған аламыз деп шештік қой. Алмаймыз, қымбат. Болды, мақыл. Алмаймыз. Алмаймыз. Аламыз дедің ғой қазір. Алмайм, мен қырсық қалдым болды, алмайм. Кешіріңіз. Аламыз. Алатын болдыңыздар ма? Біз сатпайтын болдық. 6-дан 10 кетті, карантин. Жаңадан бері тұрдыңыздар ғой 10 минут спорласып. Барыңыздар, азанғы 10-ға дейін ойланып беріңіздерші бар. Шошып жердіңіз. Не болды? Не істеп отырсың? Ақша жинап жатырмын. Карантин көрсетті ғой бәрімізге ақша жинау керек екен. Ақмақ, ақшаны адам далаға жинай ма, үйге жинасай?
Ой, үйде жинасам жаратып қоя берем ертең. Далаға жинаған дұрыс. Бұрынғыдай сосын банкке емес, банкаға жинайтын болды. Бұрын 300 адамға той жасайтын едік қой. Қазір 30 адамға мына банка жетеді мынадан жеңше. Сен деген кәдімгі ақылың көп екен, не істеп отырсың? Анау не? Күнде салғандарымды жазып жүрмін ғой. Ой, ақымақ. Жазған несі? Қызық емес қой, жазған деген бұл сюрприз болу керек қой. Сізге қызық керек қой, Ерте ұрлап кетсе ше. Полициялар көрсетпейін ба ішінде қанша ақша болған? Кетсе жамандық шақырмай, жынды десе. Ұры алыстан келмейді. Басқа жерге тұғын керек мен. Мынаны қайдан алдың? Әлиян алдым, 2 атменің қара зересі болды. Ішсең жақсы болады дейді әйтеуір. Жұмысқа алдық осыған. Ішіп жатыр болсын. Ішіңіз сізде, денсаулығыңыз мықты болады. Ішіп жатырмыз, 2 атменің қара зересі. Күшті екен бірақ, Әлия әкеп беріп жатыр. Сізде ішіңіз енді. Ішем сендерден артылса ішем ғой, ішем. Артыл. Рахмет әйін. Неге бересің бе? 2 атменді аңларға? Жай, ұят емес пе? Сізді ойлап беріп жатыр ғой жеңше. Не? Ертең ауырып қалса ше бұл. Ой, ауырып қалса не болып санаторияға демалуға келді, стройкаға? Ауырып қалса ертең айға көшіп келе алмай қаласыз ғой, вирус деп есікті бәрін жауып тастайды ғой. Иә. Соң ойлап беріп жатыр ма? Не болыпты 24 айға бөліп төлейміз ғой? Ештеңе жоқ. Біріншіден сізді ойладым, екіншіден сізге сауап сіздің затыңыз емес пе? Бүгін жұма жеңше. Иә. Мына бере бер онда. Үйдегінді әкеп берейін мен қазір. Дағы, жеңше не болды? Мына мұңай отырсыз? Мынау нәрсе, мынау не? Ұршық емес пе мынау? Ұршық қосу. Кеше бағланды әйелмен ұршық қалып деп едім ғой? Иә. Сөйтсем ол кафе үшін базарда әйелмен ұршық алып жүрім деген екен ғой? Енді кешірім сұрайтсам, ұялып отырып, не бетіммен сұрамын? Дұрыстап тыңдап алмайсыз ба? Қайда білейін өзі ғой, әйелмен ұршық қалып деп естіген мұсым, ұршық алып деп жүр екен ғой. Саламатсыздар ма? Қандай мәселемен келіп тұрсыздар? Қандай мәселе болғанда бізге Қайрат көке керек? Иә. Айналайын кеше бар ғой, өзі тұрған жерді аралап, өзі жүр. Сендер отырсыңдар, жап-жас болып креслода. Жүрмейсіңдер ма сол кісі? Қайрат Құдайберген деген мен боламын. Өзі айттым ғой, патрон шығартып. Құдайберген? Өзі айттым ғой. Жаныма, онда мен не қылып отырмын? Берейін шапан әкелдім. Айналайын, Құдай берген десе, Құдай берген. Жүз жаса айналайын. Рахмет. Мен жүз жасап, айналайын, 100-ге келген тойыңа мені шақыр. Ойбай, 100-ге келген тойын сіз болмайсыз ғой адам. Немене болмайды, болады. Айналайын, аман бол, аман бол. Алға қазақ жігіттері сен